Армысыздар көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бүкіл ауыл білмейтін, білгісі де келмейтін үлкен сырды абайсызда келін ашты. Ауыл ішінде үнсіз ғана жүрген елдің назарынан тыс қалған бір келін бар еді. Аты Айнұр. Алматыда жоғары оқу орнын бітіріп, дипломын қолына жаңа алған жылы алыстағы Жаңатас ауылына ұзатылған. Үйде жалғыз қыз болған соң, ата-анасы қимай шығарғанымен жақсы жігіт деген соң көнген. Айнұр да тағдырына ренжімей, бірден ауыл тіршілігіне бейімделіп кетті. Қайнатасы ауылдағы сыйлы адамдардың бірі. Баяғыда совхоз басқарған, бүгінде зейнетте. Қайненесі сабырлы, бірақ көзқарасы соқтау адам. Ал күйеуі Мұрат, әкесі мен шешесінің сөзінен шықпайтын, жуас мінезді жігіт. Айнұр алғашында бәрін жақсы көріп кетті. Үйдің үлкен келіні ретінде жауапкершілігін сезініп, күнде таңмен тұрып сиыр сауып, нан жауып, барлық жұмысты тындырып жүрді. Елде жұмыскер келін екен, тәубе деп мақтайтын. Бірақ бір жылдан кейін бәрі өзгерді. Айнұрдың жүзінен күлкі жоғалып, көзі шарасынан суалып, салмақ тастай бастады. Ел оның шаршағанынан деп ойлап, еш күмәнданған жоқ. Бірақ шын мәнінде Айнұр бір сырды біліп қойған еді. Және ол сыр бүкіл ауыл білмейтін, білгісі де келмейтін үлкен құпия болатын. Күндердің бір күні Айнұр енесінің бөлмесін жинастырып жүріп, ескі сандықтан қалың хаттардың байламын тауып алды. Ашып қараса, әр хатта бір әйелдің көз жасы бардай, ішкі толғанысы, сырлы сөздер мен жалынды сағыныш толы. Мен сені ұмытқан емеспін, қызымызға дұрыстап қара, деген секілді сөйлемдер Айнұрдың жүрегін шым еткізді. Ол хаттарды жасырып қойды, бірақ ішінде тыныштық қалмады. Қайнатасына көз жүгірткен сайын ойы сансаққа жүгіретін. Қызымызға дұрыстап қара деген сөз, бұл не сөз? Ол кісі еш уақытта қызым бар деген емес қой. Келесі күндері Айнұр ауыл кітапханасына барып, ескі жылнамаларды, ауыл тіршілігі туралы жазбаларды ақтара бастады. 1987 жылғы аудандық газетте кішкене ғана хабарландыруды көзі шалды. Жаңатас ауылындағы мектеп мұғалімі Айгүл мен совхоз меңгерушісі Қайраттың арасындағы дау сотқа жетті. Әйел адам баласын әкесіне бермей, ауылдан көшіп кетті. Айнұр хаттардың соңында Айгүл деген есімнің тұрғанын есіне түсірді. Сонда менің қайнатамның басқа әйелден туған қызы бар ма? Деген сұрақ мен торлап алды. Айнұр бұл сырды жүрегінде көп сақтай алмады. Ол Мұратқа жайлап жеткізуге тырысты. Ал Мұрат басында ашуланды. Сенің не шаруаң бар? Ол өткеннің ісі, деп айқайлап жіберді. Бірақ кейін Айнұр хаттар мен газет үзіндісін көрсеткенде ол үнсіз қалды. Сол түні Айнұр атасымен бетпе-бет сөйлесуге бел буды. Ұйықтап жатқан үйдің ішінен ол кісіге барып, ата, мен бір шындықты білдім, сізді кінәламаймын. Бірақ ана әйелдің Айгүлдің хатын оқыдым. Сіздің бір қызыңыз бар екен. Қайрат ата басын көтеріп ұзақ үнсіз отырды. Сосын ақырын ғана, иә, менің бір қателігім болды. Айгүл менің жастық шағымдағы ең таза сезімім еді. Бірақ отбасым, ата-анам мені басқа әйелге үйлендірді. Ол кезде қарсы тұра алмадым. Айгүл ауылдан кетті. Ол кезде қызымыз 3 жасар еді. Мен оны енді көрмедім. Айнұрдың дауысы дірілдеді. Ол қызыңыз қазір қайда? Қайрат көзін көкжиекке тігіп, кішкене үнсіз отырды. Соңғы хатында Ақтауда тұратынын жазған еді, бірақ іздеген емеспін. Бәлкім қорықтым, бәлкім ұялдым. Сол сәттен кейін Айнұр әрекетке көшті. Әлеуметтік желіде түрлі базада іздестіру жұмыстарын жүргізіп, бірнеше апта ішінде Айгүлдің қызы Алияны тапты. Ол расымен де Ақтауда тұратын, қазір дәрігер екен.
Айнұр онымен хат жазысты, суреттермен бөлісті. Алғашында Алия сенбеді, бірақ хаттар мен дәлелдер көрсетілген соң үнсіз қалды. Ақыры көп ұзамай Алия ауылға келді. Ескі үйдің табалдырығын аттағанда Қайрат ата орнынан тұрып, қызын құшағына алды. Екеуінің көз жасы жылдар бойы айтылмаған сағыныш пен кешірімнің белгісіндей еді. Ауыл халқы бұл оқиғаны кейін білді. Сол келін ашты бұл сырды, деп таңырқасып жүрді. Ал Айнұр болса ешқашанда мақтанған жоқ. Ол тек ішіндегі әділетке сенді. Бір жанның өмір босқа өтпесін деді. Бірақ бір қыз әкесін білмей өтпесін деді. Содан бері Айнұр ауылда елдің құпиясын ашқан келін атанды. Бірақ ол үшін бұл тек құпия емес, жүрек ісі еді.